Менің арнама қош келдіңіздер. Арнама жазылып, видеоларыма лайк басып, комментарий қалдыруларыңызды сұраймын, және де достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Мен бүгін осындай істермен морской капустамен, яғни теңіз капустамен жасалынатын салаттың рецептісімен бөліскім келеді. Теңіз капустасы дейтін өте пайдалы тағам. Міне мынандай упаковка дегенмен аламын теңіз капустасын. Бұл дейтін йодқа өте бай. Біздің Қазақстан 3-ші орында тұр йод жетіспеушілігі жағынан. Сондықтан барлық адамдарға осы теңіз капустасын үнемі тамаққа қолданып жүруге кеңес беремін. Йод жетіспеген жағдайда организмде көптеген аурулар туындайды, оны өздеріңіз білесіздер. Сондықтан да үнемі қолданып, түрлі салаттар жасап, алдағы уақытта мен осы теңіз капустасымен түрлі салаттар жасау рецептісімен бөлісетін боламын. Мен қазір осы теңіз капустасының 100 грамын алып, осындай ыдысыма салдым. Бұл ыдысқа қазір қайнап тұрған су құямын. Кәдімгі қатты қайнап тұрған. Міне қатты қайнап тұрған суымды құйып, бетін жауып, мен бір түнге қалдырамын. Неғұрлым көбірек тұрған сайын соғұрлым жақсы болады. Әбден батып тұратындай қылып құйып, бір түн тұрды. Менде міне теңіз капустасы суда. Енді осыны жақсылап тұрып сығып шығарып аламын, және бір-екі рет салқын сумен шайып жіберемін. Міне мен шайып бәрін әкелдім. Қазір менің теңіз капустасым дайын. Енді осының үстіне қалған ингредиенттерді салатын боламын. Осындай жүгері саламын. Банкідегі консервіленген кукурузды 2 ас қасығын өздеріңіз қалауынша саласыздар. Мен 2 ас қасық салдым мына жерде. Және де осындай краб таяқшаларын салдым. Жіңішкелеп, ұзыншалап турадым. Енді осының үстіне суға піскен 2 жұмыртқамды салдым. Оны да жіңішкелеп сопақша етіп турап шықтым. Енді осы ингредиентімізге майонезіміз қосамыз. Менде майонез үйден дайындалған. 2-3 ас қасық қосасыздар. Тұздың ештеңенің қажеті жоқ. Себебі теңіз капустасында теңіз тұзына өте бай. Тұздың әбден араластырып қарап, тұз аз деп есептесеңіздер салыңыздар, былайынша салмай-ақ қойсаңыздар болады. Мен ештеңе де салмадым. Осы күйінде араластырып, міне салатым дайын болды. Сіздер де жасап көріңіздер.